Сәлем достар, бүгінгі видеода Европаның топ 5 таңдаулы геологиялық журналдар тізімі жайында қарастырамыз. Топ 5 журналдардың барлығы open access және peer reviewed журналдар. Топ 1 Geologica Carpatica журналы редакциясы негізі Словакияның ғылыми академиясына қарасты, Братислава қаласында орналасқан, яғни Словакия астанасында. Және бұл журналда негізгі мынандай бағыттарда мақалаларды қабылдайды. Егер сіздің мақалаңыз геология, стратиграфия, геохронология, изотопты геология, карстология, геохимия, минералогия, петрология, литология және тағысын осы бағыттарда болатын болса, онда осы Geologica Carpatica журналы қабылдайды. Geologica Carpatica негізі 1953 жылдан бастап алғашқы басылымын жасаған. Және де бұл журналдың импакт факторы 1,5 екен, 1,5. Ал енді Simago рейтингі бойынша қарайтын болсақ, Simago визуализациясını көрсету бойынша Geologica Carpatica H индексі 38 екен. Яғни бұл журнал негізі Словакия мемлекетіне қарасты болғанымен басылымы Германияда жүреді екен. Басылым аты Walter de Gruyter GmbH екен. Және бұл журнал алғашқы болып квартал классификациясы 1999 жылдан бастап басталған, Q2 болған классификациясы, және осы Q2 мен 2010 жылға дейін келе жатыр екен. Рейтингі, Simago рейтингі бойынша бұл журнал 0,67 екен. Топ 2 Journal of Geosciences. Бұл журнал Чехия мемлекетіне қарасты, және де автордан талап ететіні мынандай мақалаларды, яғни егер сіздің мақалаңыз магмалық және метаморфтық петрологияға қатысты болатын болса, хроногеология, тектоникаға, минералогия, минерал химиясына қатысты болатын болса, және тағысын осы бағыттарда мақалаларды қабылдайды екен. Және де негізгі талап авторлардан бұл журнал тегін емес, мен білуімше, яғни егерде әрбір басылған бетке шамамен 40-20 евро тұрады екен басылымда, және кезілген түрлі суреттерге 15 евро төленеді екен. Simago бойынша қарайтын болсақ, Journal of Geosciences, яғни бұл Чехия мемлекетіне қарасты, Чехия мемлекетінде басылады, яғни Чехия геологиялық барлау деп аталады баспасы. H индексі 28, квартал классификациясы 1999 жылдан басталған, Q2 болып, және 2010 жылға дейін Q2 болып келеді. Q2 деп сақталған, және рейтингі Q2 0,58 екен. Топ 3 Acta Geologica Slovakia, болмаса AGOS деп аталады. Бұл журнал Словакия мемлекетіне қатысты, және бұл алғашқы баспасы 2009 жылдан бастап басталған. Және бұл журналда мынандай бағыттарды қарастырады мақалаларды, яғни геофизика, геохимия, гидрогеология, инженерлік геология, кен геология, седиментология тағысы кете береді. Осы бағыттарда бұл журнал қабылдайды мақалаларды. Simago бойынша қарайтын болсақ, Acta Geologica Slovakia, Comenius университеті басылым жасайды екен. H индексі 6, 2014 жылдан бастап Q4-ке классификациясына енген, 2018 жылға дейін Q3 болып өзгерген, 2010 жылдарда Q2-ге көтерілген екен. Және де рейтингі 0,45 екен. Топ 4 Acta Geochimica ол Швейцария мемлекетіне қарасты. Acta Geochimica журналы негізгі талап ететіні мынандай бағыттарда, көбіне геохимияға қатысты. Яғни егерде кен геологиясы болса, петрология, космик химия, тектоника геохимия болатын болса, изотоп геохимия болатын болса, осы Acta Geochimicаны журналын таңдауға болады. Бірақ бұл журнал негізі өте қымбат тұрады, яғни егер сіздің мақалаңыз осыған
жіберілген болса, онда сізден $2480 талап етеді. Егер бұл Open Access таңдасаңыз, егер Open Access емес, бұрынғы дәстүрлі баспа моделін таңдайтын болсаңыз, онда ол APC, яғни Article Processing Charge тегін болады. Яғни жаңағы сумманы төлемейсіз, бұл тегін баспа жасайды. Ал Simago бойынша қарайтын болсақ, Simago ActoGeochemica. ActoGeochemica жаңа баспаның аты Springer екен. H индексі 19, 1999 жылдан бастап Q4-тен бастаған. Сосын 2001 жылда Q3 болған, 2003-те Q4 болған қайтадан. Сөйтіп 2017 жылға дейін Q4 болып, 2018-ден бастап 19 жылға дейін Q3 болып келетір. Және бұл рейтингі Simago бойынша 0.42 екен. Топ 5. Келесі журнал бізде Central European Geology журнал екен. Бұрынғы аты Acta Geologica Hungarica. Бұл журнал Мажарстан мемлекетіне қарасты. Және алғашқы публикациясы 2007 жылдан бастап басталған публикациясы. Және бұл журналда мынандай бағыттарда мақалаларды қабылдайды. Егер де мақала минералогияға қатысты болса, петрография, геохимия, палеонтология, стратиграфия, седиментология, тектоника, аймақтық геология және тағысын кете береді. Осы бағыттарда болатын болса, осы журналға жіберуге болады. Және бұл журналда жаңа APC дейді, болмаса Article Processing Charge дейді, Known дейді. Бұл журнал тегін. Бұл журналда жаңағы мақаланы тегін басуға болады. Simago бойынша қарайтын болсақ, Central European Geology рейтингінде, яғни H индексі 22, Мажарстан, баспа аты Академия Киадо екен. 1999 жылдан бастап бұл журнал Q3 болған. Сөйтіп 2010 жылға дейін Q4 болып, 2019 жылда Q3-ке қайтадан көтерілген. Рейтингін қарайтын болсақ, Simago бойынша 0.3 екен. Қорытындысы, қалған журналдардың барлығы индексация жасалынады, Scopus'та және де Georef'те және тағысын. Және өзім мақаламды, статьямды жіберген. Екі жаңа сипатталған 5 топтың ішіндегі Карпатикаға мен өзім мақалам жібердім. Бүгін мысалға 24 февраль болса, 8 февральде мен жүрген болатын. Қазір ол рецензенттің қолында. Яғни рецензен жүріп жатыр. Келесі екінші журнал, мен оны ActoGeochemicaға жіберген болатын. ActoGeochemica өткен екінші мақалам геохимияға қатысты болғаннан кейін, мен осы геохимияны таңдап, осында жіберген. Ол үшін қазір мен өзім жеке аккаунтыма кірем, осы журналдың Submission being proceed, яғни мен оны 25 январда жіберген болатымын. 21 жыл, қазір сол ревьюердің қолында. Егер бұл видео сіздерге пайдалы болған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар, комментарий жазыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.